Білек бұлшықеттері, сонымен иық бұлшықеттері сияқты алдыңғы және артқы топқа бөлінеді. Алдыңғы топ бұлшықеттері қызметі бойынша бұлар бүккіш топтар және пронаторлар деп аталамыз. Ал артқы топты жазғыштар және супинаторлар деп екі бөлімге бөлінеді. Енді алдыңғы және артқы топ бұлшықеттерде беткей орналасуы бойынша беткей және тереңгі қабат, артқы тобы да беткей және тереңгі қабат болып бөлінеді. Енді мен бұл видеода сіздерге осы қол бұлшықетінің препараттарынан осы бұлшықеттерді қалай орналасқан және сіздерге көрсетіп шығамын. Ал оның беку нүктелері бар қызметі туралы өздеріңіз оқулықтан оқып аласыз. Енді беткі топ, алдыңғы топтан бастайық. Енді бұл жерде сізде бағдар болып табылатын, ол алдыңғы топ пен артқы топтың екеуінің бағдары бұл мускулус пронатор терес, дөңгелек пронатор болып табылады. Мінекей, бұл мускулус пронатор терес. Бұл беткі топ. Енді осыдан ішке қарай жүре беретін болсақ, бізге келесі бұлшықеттермен көре аламыз. Мускулус, одан кейінгі мускулус флексор карпи радиалис, яғни білезіктің кәржіліктік бүкіші ол кетеді. Одан кейін тұрады мускулус палмарис лонгус, ұзын алақан бұлшықеті бар. Енді ең медиал жағында бізге көрінетін бағдар болып табылатын бұл мускулус флексор карпи ульнарис, яғни білезіктің шынтақтық бүкіші. Осы мускулус флексор карпи ульнарис пен мускулус палмарис лонгустың ортасында мускулус флексор дигиторум суперфициалис, яғни саусақтардың беткей бүкіш бұлшықеті көрінеді. Егер бұлай қарайтын болсақ, сіңірлері міне саусақтарға барып тұр. Бұл беткі қатары. Егер осы бұлшықеттердің арасын ашатын болсақ, если мускулус пронатор мен мускулус флексор карпи радиалисті ашатын болсақ, бізге мінекей мына бұлшықет көрінеді, терең қабатында жатқан. Бұл мускулус флексор политис лонгус, яғни ұзын саусақтың бүкіші. Осыдан ішке қарай беткі саусақ бүкіштерді көтеретін болсақ, беткі саусақ бүкішті көтеретін болсақ, оның артынан терең саусақтың бүкіштері мускулус флексор дигиторум профундус, яғни терең саусақ бүкіштері көрінеді. Ал егер осы бұлшықеттерді ашатын болсақ, оның астында білезік аймағында мускулус пронатор квадратус, шаршы пронатор көрінеді. Міне бұл айтылған бұлшықеттер терең қабат, яғни алдыңғы топтың бұлшықеттері болып табылады. Енді білезіктің артқы тобын көру үшін біз препаратты артқы бетін айналдырамыз. Артқы бетінен қарайтын болсақ, бізге бұлай көрінеді. Енді алдыңғы топ пен артқы топтағы жаңағы ориентир болып табылатын, бағдар болып табылатын жаңа ғана айттым. Бұл мускулус брахиорадиалис. Бұл артқы топтың беткі тобына жатады. Бұл жерде артқы топты тағы оңай болу үшін латералды және медиалды топ деп бөлуге болады, немесе оны шынтақтық бөлігі дейді және кәржіліктік бөлігі деп бөледі беткі топтарды. Ол игеру оңай болу үшін. Енді осы кәржіліктік бөлігінен бастасақ, беткі топ қатарға жататын, міне жаңа ғана айттым, мускулус брахиорадиалис. Бұдан енді ортаға қарай жүре беретін болсақ, екі бұлшықетті көре аламыз. Міне екі бұлшықетті көріп тұрсыз. Ол мускулус экстенсор карпи радиалис лонгус et brevis, яғни кәржіліктік жазғыштың кәржіліктік ұзын және қысқа жазғышы. Мускулус экстенсор карпи радиалис лонгус et brevisті көреміз. Бұл латерал топ пен медиал топ, немесе кәржілік шынтақжіліктік екеуінің арасында міне терең топтың бұлшықеттеріне қазген бұл бұлшықеттер бөліп тұрады. Бұл жерде мускулус абдуктор политис лонгус, бас бармақтың ұзын әкететін, алып кететін бұлшықеті, және мускулус экстенсор политис бревис, яғни бас бармақтың қысқа әкеткіш бұлшықеті. Жазғыш бұлшықеті. Осы екі бұлшықет бұны бөліп тұрады, екі топты. Ал енді шынтақжылықтық жағына қарайтын болсақ, бұнда тұрады, біз көреміз. Мускулус экстенсор карпи ульнаристі көреміз, яғни флексорға қарама қарсы, яғни білезіктің шынтақтық жазғышы. Енді одан кейін жіңішке сіңірлі бұлшықетті көреміз. Мынадан егер сіңірін тартсақ көруге болады. Бұл не қарасақ шынашаққа барыпты, сондықтан мускулус экстенсор дигити миними, және одан ішке қарай жасатын, міне бүкіл саусақтарға таралып тұр сіңірі, тартсақ көрінеді, мускулус экстенсор дигиторум. Бұл айтылған бұлшықеттерді беткі қабат деп атаймыз.
Енді терең қабатқа жататын жаңағы екі бұлшықет қайталап айтамын. Яғни бірі бас бармақтың ұзын әкететін бұлшықеті мускулус абдуктор политис лонгус және мускулус экстенсор политис бревис, яғни бас бармақтың қысқа жазғышы. Егер осы бұлшықеттерді медиал және латералды топты екі жаққа қарай ашатын болсақ, бізге тағы да екі бұлшықет көрінеді. Бұған жатады мускулус, бұл жерде айтып өту керек, мускулус экстенсор политис лонгус, мінекей ұзын жазғышы, және мускулус экстенсор индицис, яғни сұқ саусақтың жазғышы. Ұзын бас бармақтың және қысқа, то есть екінші саусақтың жазғышы, яғни мускулус экстенсор индицис. Міне осы бұлшықеттерді көруге болады. Бұдан басқа терең қабатта бұл препаратта көрінбейді. Егер мускулус брахия радиалисті ашатын болсақ, мына ең жоғарғы жағында мускулус супинаторды көруге болады.